Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға бір жәдігер атты онлайн жобасын жалғасын ұсынамын. Қазақ халқының ұлттық қолөнерінің бір түрі терме алаша тоқу. Тақыр кілем жасалатын жолы туралы айтамын. Таңғажайып талантымен талайды тамсандырған қазақ қолөнерін қарапайым да қайталанбас бір түрі қиыстырып өрмек тоқу. Оның көздің жауын алатындай өте бағалы бұйымдар жасау. Оның қымбат құндылығының бір айғағы өрмектен жасалған заттардың кигіз үй бөлшектерін әрқайсына сән беріп тұратыны. Бұл дүние мүліктің ажарын арайландырып жіберетіні, үй үшін ұлттық рен беріп, адамның рухын асқақтататыны. Біздің қорымызда 30-дан аса алаша сақталуда. Соның бірі сирек кездесетін терме алаша өрмек станогында жасалған. Алдымен қойдың көктемгі жүні тазартылады, түтіледі, жүнді ұршықпен ұзыннан созып, спиральді тәсілмен иіріп мықты тоқыма жіп жасалады және боялады. Өрмектің екі басы керіліп байланады. Күзу жіп моса ағашпен керіледі. Сонда ғана өрмек тоқуға даяр болады. Арқауын байлап терме алаша тоқуға қолданылатын құралдар: қылыш, адарғы, мосы және тергіш. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында қазақ халқының ұлттық қолөнер туындысы терме алашасы сақталуда. Зеренді ауданы Краснояр ауылының шебері өнерпаз Бектемир Күлән 1935 жылы туған, өз қолымен жасаған ең құнды жәдігердің бірі. Оны 2005 жылы 10 қазанда Шәкен Абай Кенепұлының анасының сыйлығын музейге тапсырған. Терме алаша, тақыр кілем, жүннен тоқылған тоқыма станоктарында өндіріледі. Оны екі түрлі әдіспен түрлі түсті жіптерді жарастыра жолақ жасап, оны геометриялық және қошқар мүйіз өрнекпен безендірілген. Алғашқысын жолақ алаша, соңғысын терме алаша деп, кейде кілем алаша деп те атайды. Алаша енсіз тоқылғандықтан тұз кілем жасағанда 10 жаулақтан жасап біріктіріп тігеді. Шеттерін мақпал матамен қапталады. Назарларыңызға рахмет. Келесі шығарылымды өткізіп алмаңыздар.